Саламатсыздарбы балдар, қазақ тілі пәні 126 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Алдыңғы сабақтарда біз өттік сан есім дегеніміз санның заттың санын білдіреді, неше, қанша, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Ал енді бүгінгі сабақта мәтіннен сан есімдерді табасың, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасың. 23-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Сәлем, Азат. Сәлем, Самал. Азат, сен қаламызда салынған метроны көрдің бе? Я, көрдім. Маған метро ұнайды. Метро 11 бекеттен тұрады екен. Оның 5-еуі тереңде орналасқан. Пойыздар әр 7 минут сайын жүреді. Пойыздың іші таза әрі жайлы. Рахмет, Азат. Мені қызықтырып қойдың. Міндетті түрде барып көремін. Жұмабай, Қайранбай. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтіннен сан есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Метро неше бекеттен тұрады? Метро 11 бекеттен тұрады. Мәтінде кездесетін сан есімдер 11 неше, 7 неше, 5 нешеу. Мәтіндегі сан есімдер. 24-ші жаттығу өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп, жаз, сан есімдердің астын сыз. Сұлтан Қалиұлы. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Өлең саған ұнай ма? Өлеңдегі сұрақтың жауабын тап дейді. Алдымен өлеңдегі 4 шумақты жазамыз, 4 жолын көшіріп жазамыз, қатесіз. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Бала саны неше дейді? Бала саны 5 екен балалар. Сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барлардың тұсына қосу белгісін қой. Не жоқ, оның тұсына азайту белгісін қой. Жоқтарын өзің қосып толықтыр дейді. Бізде тізімде бар өзен, көл, тау, орман, жазық дала, зауыт, метро, стадион, мұражай, субұрқақ, кітапхана. Ал енді бізде барларды айтайық. Өзен, көл, тау, орман, метро, стадион, жазық дала, зауыт, субұрқақ, кітапхана бар екен бізде балалар. Саған алыстан бір қонақ келді дейік. Сен оған туған өлкеңнің қай жерлерін көрсетер едің? Ал оның туған өлкесі туралы не білгің келеді? Осындай сұрақтар арқылы бір-бірімен сұхбаттасыңдар дейді. Енді қонағымыз екеуміз сұхбаттасып көрейік. Хадия, саған медеу мұзайдын ұнады ма? Я, тамаша жер екен. Астанада бар ма осындай тамаша жер? Я, әрине. Ол қандай жер? Бәйтерек, Хан Шатыр, Думан. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма бізде 27-ші жаттығу ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Бір көргеннен белгілі, ребуста бір қазан деген сөз шықты. Бір қазан үлкен әрі әдемі құс екен. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.